Сәлеметсіз бе Гүлсара Қожабековна, қалыңыз қалай? Саламатсызбы, саламатсыз ба? Жақсы, қалыңыз қалай? Жағдайлар білесіз, енді сол үйде отырмыз, сондай режиммен сізден бір сұрақтарым бар еді. Рұқсат болсаңыз, енді кешірім сұрайын, біріншіден кешірім сұрақ қояйын деп едім, мен кішкене орысша жүріп болып тұрмын да, қазақшада. Айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Сұрақты қоя беріңіз, қай тілден қай болса қоя беріңіз. Бірінші сұрағым менің былай. 2008-2014 жылдардың ортасында біз сақтауға жатпайтын құжаттарды жоюға сізге жіберіп едім поштаңызғашы. Сол не болып жатыр, қалай болып жатыр, соны сұрайын деп едім. Мен қарап шықтым сіз жіберген жаңағы актыңызды. Актыңызды қарап шықтым. Сақтауға жатпайтын жаңағы құжаттарды жоюға бөлу туралы актыңызда кейбір тармақтарда жаңағы құжаттарды сақтау мерзімін тағы бір қарап шығыңыз. Және жазбасы жазылмаған жаңағы құжаттарды жоюға бөлу туралы актыңызда негізгі құжаттар мен медициналық құжаттардың сандарын бөлек-бөлек жазуыңыз керек. Түсіндіңіз ғой, жаңағы негізгі құжатқа жаңағы медициналық құжатқа жаңағы статьялармен бөлек-бөлек жазып шығасыз. Тағы да сұрағым бар еді, ренжімесеңіз, санарсыз қалдыңыз. Енді должностная инструкция работников отделения, сотрудников ревматологического центра құжаттары жоюға беруге болады ма? Соны білейін деп едім сізге. Негізгі жіберсеңіз болады, өйткені сіздерде қалалық ревматология орталығында сіздер өзі 2008-ден бастап жұмыс істейсіздер ғой. Сол 2008-2015 жылдар аралығында сіздерде құжаттарға ғылыми техникалық өңдеу жүргізілген. Және мен уже 2008-2013 жылдар аралығында сіздердікін құжаттарыңызды архивке қабылдап алғанмын. Және осыдай құжаттарға жаңа көшірмесі болса, актіге қосуыңызға болады. Рахмет. Тағы да енді ренжімесеңіз, тағы бір сұрағым бар енді. Қоя беріңіз сұрағыңызды. 12-ші сте журнал учета приема и расходов весов. Сақтау мерзімі перечень что-то таппадым, оған қандай сақтау мерзімі көрсетіледі, соны айтсаңыз енді ренжімесеңіз. Енді ол журналыңыздың жаңағы сақтау мерзімі номенклатура бойынша жаңағы 5 жыл сараптау комиссиясы деп жазылған. Жаңағы ол бірақ уже ескірген шығар сіздерде. Сондықтан сіз енді ол құжаттардың сақтау мерзімі көрсетілмеген жағдайда мекемеде сараптау комиссиясы болады. Сол сараптау комиссияның отырысында жаңа құжаттарға өздеріңіз сақтау мерзім бересіздер. Жаңа 5 жыл, 3 жыл, 1 жыл деп сараптау комиссиясымен бекітесіздер. Сосын жаңа актыңыздың төмен жағына өзіңіздің жаңағы хаттаманың нөмірін, күнін бәрін қойып, өзіңіз қол қойып, жаңа сараптау тексеру комиссиясына жібересіздер. Ол жаңағы мәдениет басқармасында, городской акиматта отырады, мәдениет басқармасына жібересіздер. Түсіндім, рахмет. Біз біргеміз енді, алай бұйырса, сіз біз бұл осы ауруды бәрін жойып, аманшылықпен келісейік енді. Айтқаныңыз келсін, жақсы, аманшылықтай жүздесейік, жақсы. Рахмет. Сау болыңыз.